Барлықтарыңызға сәлем, менің атым Шарықтаулы Заңғар, және де мен болашақ дәрігер болып табылам. Бүгін мен сіздерге ұйқы безі ауруларының ерте белгілері туралы айтып беретін болам. Ұйқы безі көлемі бойынша кіші орган болғанмен өте маңызды орган болып табылады. Ұйқы безі біздің ас қорытуымызға қатысады, сонымен қатар біздің қанымыздағы қантты реттеуге қатысады. Ұйқы безі бөлетін ферменттер біздің ас қорытуымызды жүзеге асырады. Біз жеген тамақ ағзамызға түскеннен кейін қанымызға сіңу үшін ол өте кішкентай молекулаларға дейін бөлініп ыдырауы керек. Ал осыны жүзеге асыратын ұйқы безінен бөлінетін ферменттер. Ал енді ұйқы безі ауруларының ерте белгілері туралы айтып кетейін. Жалпы ең бірінші белгі ол қатты ауырсыну сезімі. Ауырсыну сезімін сіз қабырғаңыздың астынан сол жақ бөлігінен сезесіз. Ұйқы безі ауруларының екінші белгісі ол қатты арықтап кету. Себебі жаңа айтып кеткенде ұйқы безі астың қорытылуында және де сіңуінде өте маңызды рөл атқарады. Ал оның ферменттері дұрыс жұмыс атқармаса, онда біз жеген тамақ дұрыс сіңбей сыртқа шығып кете береді. Нәтижесінде адам өте қатты жүдеп арықтап кетуі мүмкін. Ұйқы безі ауруларының келесі сезімі ол қатты жүректің айнуы және де құсу сезімдері. Адам көп құсуының салдарынан адамның ағзасында су азайып кетеді. Нәтижесінде адам көп шөлдеп, көп су ішеді. Бұл келесі симптом, яғни жиі шөлдеу. Ұйқы безі ауруларындағы келесі симптом ол сарғаю. Сарғаю деген ол терінің, склераның, яғни біздің көзіміздің ақ бөлігінің, тағы да басқа денеміздің бөліктерінің сарғаюын айтамыз. Ұйқы безінің қабынуы панкреатит кезінде ұйқы безінің көлемі ұлғайып, бауырдан шығатын өтті өзектерін басып қысады. Нәтижесінде адамда механикалық сарғаю пайда болады. Жалпы ұйқы безі ауруларының негізгі симптомдары осы болып табылады. Сіздермен бірге болған мен Шарықтаулы Заңғар. Менің каналыма тіркеліп, қолдап кетсеңіздер өте қуанышты боламын. Сау болыңыздар, ең бастысы білімдеріңіз күнделікті шарықтасын.